Ерлан, сахна шеберлері қасиетті өнердің ордасы театр дейді. Бұл жайдан жай айтылмағаны анық, өйткені қойылым сәтінде әртістің қателесуге қақысы жоқ. Бұл тұрғыда театрды киномен салыстыру мүмкін емес. Әрине, театрда спектакль кезінде барлық әрекет көрерменнің көз алдында өтеді. Рас, бұл оңай емес. Ол үшін үлкен жауапкершілік, дайындық, актерлік шеберлік қажет. Бүгінгі таңда алдыңғы толқын ағалардың өнегесін, аманатын, сахна өнерінің жүгін арқалаған дарынды әртістеріміздің бірі Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының актері Нұрлан Әбілов біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Нұрлан. Қайырлы таң, Нұреке, қош келдің. Жалпы сіз ұлттық классикадан бастап заманауи драматургтердің шығармаларында сан түрлі мінездерді, сан алуан образдарды сомдадыңыз. Театрға қалай келдіңіз? Театрға келуіңізге қандай жағдай ықпал етті? Сонау ауылда жүрген кезден ақ осы өнерге еліктеп, белгілі Қыз жібек қойылымы, ол жердегі жаңа Құман ағаның ойындары, сонау Әнуар Молдабеков ағамыздың Шеге рөлі, қазіргі мынау Асекеңдердің Бекежан рөлдеріне қарап жүріп, жалпы қызығушылық пайда болып, осы актер болсам екен деп 2003 жылы осы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын қадам басып, профессор Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рахила Машурова апайдың шеберханасында тәмамдап, Қара шаңырақ Әуезов театрына қадам бастым. Ол жерде кәдімгідей конкурспен, көркемдік кеңес дейді, соны жаңағы экзамен сияқты тапсырып, сол жерден мыңның ішінен өтіп, сол жерде еңбек етіп келеміз. Құдай қаласа биыл 8-ші жыл, 8-ші сезондаймыз. 8-ші сезон жапқалы отырмыз. Нұреке, сіз кәдімгі еңлік кебек сияқты, Ромео мен Джульетта сияқты бір классикалық шығармаларды ойнап жүрсіз ғой. Бір алғашқы бір рөліңіз есіңізде ма? Өзбекстанның режиссері, Нобель сыйлығының иегері Өлімжан Салымжан деген кісі осы Ромео Джульеттаны сахналады. Вот тырнақ алды рөлім, сол жерде кішкентай ғана эпизод дейді. Дәрмекші рөлі. Сол жаңағы, ойбай, мына бала қандай болар екен деп жан-жақтан өзіңді бұлай қобалжып жүресің ғой. Сол кезде бір сәтті шыққан рөлім, ол рөлмен жанымдағы техникалық құрамда істейтін кісілер, келіншектер, киім, костюмер кісілер шошып кетіп, сондай жағдайларда болған. Сіз Қазан қаласында өткен өнер фестиваліне қатысқан едіңіз. Жалпы осындай фестивальдердің менің ойымша берер мол. Өзіңіз қандай әсер алдыңыз? Қорқыттың көрі қойылыммен бардық. 14-15-ке жуық мемлекет қатысты. Жоғары деңгейде ойнап шықтық. Енді белгілі Асан Әлі Әшім, Есмұқан Обаев, бүгінгі басшымыз Ерлан Біләл аға бастаған шоқтығы биік әртістердің құрамымен бардық. Бас-аяқ 40-қа жуық адам барып, өнер көрсеттік. Наурыз фестивалі ғой, 12-ші Наурыз фестивалі. Фестивальді біз аштық. Қазақстаннан 3 театр барды. Біз бардық. Астана жастар театры барды. Және Нұрмұқан Жантөрин Ақтау театры барды. Сол өзге ұлттың ойынын көресің, актер болғаннан кейін бірден алғың келеді, көргің келеді. Әдемі өзі Татарстан, Қазан қаласынан театрлар қатысты. Жақсы әсер, мықты әлемдік деңгейдегі театр сыншылары, 6 сыншы. Біздің спектакль талқылаған кезде соңында. Әр қайсысының ойы әртүрлі, бірақ бәрі жақсы жағынан айтып жатыр. Енді жаңағы айтып жатады ғой, батырға оң сол бәрібір шығар. Сол сияқты бір актерға да бәрібір шығар, бәлкім, бірақ сұрағым келіп отыр. Сіз театрдан бөлек жаңағы кинода «Нереальная любовь», «Байқоңыр» деген сияқты фильмдерді ойнадыңыз ғой. Актер ретінде бір театр мен кәдімгі киноның айырмашылығы нендей? Не сезіндіңіз жалпы? Кинода запись дейміз ғой, дубль дейді. Мысалы, бірден келтір алмай қалсаң, қайталауға мүмкіндік мол дейсіз ғой. Я болмаса дұрыс жеткізе алмай қалсаң, режиссер тоқтатып кәдімгідей
оны бірнеше рет ойнап келтіруге болады. Ал енді театр сахнасы ол өте үлкен жауапкершілік талап ететін нәрсе. Жаңа өзіңіз айтқандай, сөз басында қателесуге хақысы жоқ деп өте дұрыс айтылған сөз. Өйткені көрермен рухани дем алғысы келеді театрға. Ал енді сен о жерде сөзіңнен жаңылып, я болмаса сақал мұртың или болмаса паригің ұшып кетіп, киімің жыртылып қалып жатса, ол ыңғайсыз жағдай болады. Оның бәрі актердің жаңағы өзінің жауапкершілігіне байланысты ғой. 6:30-да қойылым болатын болса, басталатын болса, 4:30-5-ке қарай жаңағы әрлеу дейміз, жаңағы киіну дейміз, соның бәріне мұқият кәдімгідей үлкен жауапкершілікпен қарап, сондай үлкен бір дайындықпен, жаңағы ішкі жиналыс дейді, өз-өзіңді дайындап сахнаға, сондай бір үлкен белсенділікпен дайындалу керек деп ойлаймын. Енді шығармашылығыңыздағы жаңалықтарға келетін болсақ, театр жазғы демалысқа шықты. Енді күзде жаңа маусым басталады. Жаңа маусымда біз сізді қандай образдарда көретін боламыз? Қазақ хандығының 550 жылдығы деген үлкен, Тараз қаласында, Жамбыл қаласында үлкен жоба. Қилы жол деген үлкен труппадан тұратын стадиондық қойылым қойылғалы жатыр. Келесі сезонда. Құдай қаласа, қыркүйек айының сол 15-нен 25 аралығында біз Тараз қаласына кетеміз. Сол жердегі бір қарттың рөлін беріпті енді маған. Режиссер Әубәкір Рахим, белгілі режиссеріміз. Сол осы 550 жылдыққа дайындық келесі. Сол жерден қарт бейнесінен көретін шығарсыздар. Құдай қаласа. Одан басқа кино, мүмкін жаңа фильмдерге түсіп жатырсыз. Бақшабама, бапшабама деп кастинг дейміз. Осы қазақ хандығының туралы 10 бөлімнен тұратын Керей мен Жәнібек бастаған киносериал түсірілейін деп жатыр. Сол жерден де 1-2 рөлге байқап көрген. Мен содан үміттіміз, тағы да 1-2 сериал, Мұрат Бидосов дейтін ағамыз тағы бір сериал түсірмекші. Ол жерге де бір рөлге көріп отыр енді. Бұйырсын дейміз. Жақсы ғой. Жақсы тілекшіміз. Нұреке, осы қазіргі кезде қойылымдарға бір шетелден режиссер шақырып жүр. Жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, Қазан қаласына бардық деп. Осы актер ретінде өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы осы туралы? Нендей пікірдесіз? Бір шетелден келген режиссер бір қазақ актерлардың бір табиғатын, жан дүниесін қалай игеріп алып кетіп жатыр? Қалай түсіндіре алып жатыр? Өзінің шешімдерін қалай актерлерге ұқтыра алып жатыр немесе? Жаңа айтқан Вайкус, Йонас Вайкус, Латвиядан шақырылған біздің алдыңғы басшымыз Еркін Жуасбек кісі шақыртып, осы Иран ғайыптың Қорқыттың көрімен 2-3 ай жұмыс істедік жаңағы кісімен. Ерекше ол кісі. Школа дейміз, мектебі, тәжірибесі жаңағы актерлармен жұмыс істеуі, актерлармен қарым-қатынасы, актерлармен сөйлесуі, ақылдасуы, пікір алмасуы бөлек. Ол кісі келесіп біздегідей мысалы бастап кетпейміз. Келеміз, жарты сағат 40 минут жаңағы өзінің дене қыздыру жаңағы тренинг дейміз, жаттығу бар жаңағы. Ет қыздыру дейсіз ғой. Ет қыздыру жарты сағат 40 минут кәдімгі. 11-де келеміз ба? Мысалы. 11-ден 12-ге дейін жаңағы жаттығумен жүреміз. Басында түсінбейтінбіз, мына кісі не істеп жатыр ма? Сөйтсек, ол кісі жаңағы спектакль қойылып, премьера аман есен көрерменге тапсырылғаннан кейін жаңағы сұрап жатсақ айтады. Актердің бүкіл назарын жаңағы жұмысқа, зейінін жұмысқа жаңағы сахнаға аудару үшін жасалған дүние дейді. Кейбір қойылымдарды ағылшын тілінде қоятын болды. Сондай үрдіс бар біздің елімізде. Қателеспесем, Мұхтар Әуезов театрына да бұл жаңашылық енгізілді. Сіз бұл жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Біріншіден тіл үйрендік, аз да болса. Өткен біз енді мектеп кезінде французша оқыған адамбыз, ағылшын тілі үлкен маман кісімен
жарты жылға жуық жұмыс істедік. Ол Сұлтан Бейбарыс қойылымы. Соны ағылшынша аудармасын аударып, сөзбе-сөз, еш қысқартулысыз ағылшынша нұсқасын Белоруссия Брест қаласында фестивальға қатысып қайтқанымыз. Ағылшынша тіл білдік. Әйтеуір мықты меңгеріп тастамасақ та, нан сұрап жей аламыз ағылшынша. Онымыз үлкен бір жаңалық. Рахмет Нұреке, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді өзіңіздей өнерлі жігіт келіп отырғанда қасыңызға домбыраңызды ұстап келіп отырсыз. Бір ән сұраймыз. Білім мен мәдениет арнасының таңғы көрермендерін арнап бір әдемі әннен айтып берсеңізші. Ерлік Шарғынов дейтін азаматтың Фариза Оңғарсыноваға апайымызға арнау шығарған бір әні бар еді. Оны сен тірі дауыста айтып көрейік. Көзінде едім ағиық аңыз ақынның теңізге сендей сәулеңді міне батырдым кездесер ме екен жүздесер ме екен кешегі өткен армандар бүгін айтылмай қалған жырларың бүгін үлгерсе екен алдыңнан шығып жалғызым анамда едің деп жатыр қазақ жылаған таба алмай емін қайғырған талай тірі адам сен едің өзің мұқаңның жоғын сездірмей келген сен едің өзің сен едің жалғыз бүгінгі қалған арманның мекен үмітін елдің асырған сен едің ақынның қолы жетпеген фаризатың ақындар құмар көптеген ағылған сарқын жазира далаң жасырып қалған сағынған халқың сен жайлы шерттім бір мұңлы өлең сен едің алтын қимасқа кеткен бір әлем қимасқа кеткен бір әлем шығармашылығыңызға табыс шабыт тілейміз әрқашан биіктерден көріне беріңіз құрметті көрермендер естеріңізге сала кетейін бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актері Нұрлан Әбілов ал біздің хабарымыз ары қарай жалғасады арнамыздан алыстамаңыздар.